English language for Kazakhstan grade 3 People's Book Model 7 page 84, 85, 86, 87. Саламатсыздар ма құрметті 3-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздермен бірге People's Book 84-ші беттен бастап талқылайтын боламыз. Алдымен Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бүгінгі тақырыпта The Cool Caravan тақырып бойынша Exercise 1 бірінші тұғыл Listen and Read тыңдауды тыңдап және оқыңыз. Look, this is my new house. A caravan! Cool! How many rooms are there? Come in and have a look. There are 4 rooms. Oh, this is a cute kitchen. This is the living room. Wow! There are 2 big windows. And this is the bathroom. So, where's the bedroom? It's up here. Wow! Come on, everyone. Let's go on a trip. Hooray! This is great. Uncle Lucas, stop! We haven't got the caravan. Oh! Uh-oh! Екінші жаттығу Exercise 2 Complete Tick the boxes. Толықтырыңыз және қораптарды белгілеңіз деген. First, Uncle Lucas has got a caravan. Yes, yeah. Лукас ағайдың керуені бар. Я деп жауап береміз. Біз алдыңғы тыңдалымда оның бәрін тыңдадық. Second, there are 5 rooms. 5 бөлме бар деген, оның керуенінде 4 бөлме бар. Сол үшін no деген жауапты белгілейміз. 3, there are 2 kitchen. 2 асхана бар деп тұр. Бұл да қате. Бұл жерде no деп белгілейміз. Ол керуенде бір асхана бар, я? 4, there are 3 windows in the living room. Қонақ бөлмесінде 3 терезе бар деген. Бұл да қате. No. Ол жерде 2 терезе ғана бар. 5, there is 1 bathroom. Бір жуынатын бөлме бар. Yes деп белгілейміз. Craft work. 3-ші жаттығу game. Ойын ойнайсыздар. Make a caravan. Play the caravan game. Өздеріңіз керуен жасайсыздар және керуен ойынын ойнайсыздар. Мысал ретінде ол жерде қандай бөлмелер бар, жуынатын бөлмесі қайда, қанша терезесі бар деген сияқты. Мысал ретінде осы суреттегі керуенді алайық. This is my yellow caravan. Бұл менің сары керуенім. There are 4 rooms. Бұл жерде 4 бөлме бар. Kitchen, living room, bedroom and bathroom. Асханасы, қонақ бөлме, жатын бөлме және жуынатын бөлме. Дәл осылай жазып, ойын ойнауларыңызға да болады. 86-ші бет Lesson 5 Exercise 1 бірінші тұғы Listen, point and repeat тыңдалымды тыңдап, көрсетіп және қайталайсыздар. Exercise 1, page 86. Listen, point and repeat. Chimney. Roof. Door. Floor. Wall. Window. Жаңа сөздермен таныс болсаңыздар, қайталап аударып шығайық. Chimney мұржа, roof шатыр, door есік, floor еден, window терезе, wall қабырға. Exercise 2 Complete then sing the My Small House song. Екінші жаттығуды толықтырыңыз және менің кішкентай үйім атты әнді айтыңыз екен. Бірінші әнді тыңдап алайық, кейін бос орындарға сөздерді қойып шығамыз. Exercise 2, page 86.
complete. Then sing the My Small House song. I live in a small house. What about you? There are walls and a red roof. There's a chimney too. Ah, walls. Ah, roof. Ah, chimney. Ah, my small house. There are 4 small windows and 1 big floor. Do you want to come inside? Just knock on the door. Ah, walls. Ah, roof. Ah, chimney. Ah, my small house. Келесі жаттығу exercise 3. How many? Draw. Talk with your friend. Қанша? Сызыңыз және досыңызбен сөйлесіңіз деген. Бұл жерде сіздер суретке қарап, өз ойыңыздағы үйді салуыңызға болады. Мысалы, оның қанша шатырлары бар, мұржасы қанша. Бұл жерде барлығы көпше түрде берілген. Біз сұрақты көпше түрде және жауапты да өз ойларыңызбен қанша бөлмесі, қанша терезе, есігі, адамдары және үй жануарлары бар екен жазасыздар. Мысал ретінде астына берілген How many windows are there? There are 8 windows. Қанша терезе бар деп тұр. 8 терезе бар. Дәл осылай сіздерде диалог ретінде жалғастыруларыңызға болады. How many roofs are there? There are 2 roofs. 2 шатыр бар. How many chimneys are there? There are 2 chimneys. How many rooms are there? There are 5 rooms. Бұл үйдің ішінде қанша бөлме бар деп сұраған. Сіздер қалаған бөлме санын жазуларыңызға болады. 5 бөлме бар деп алсақ та болады. How many doors are there? There are 5 doors. 5 бөлме болғандықтан біз 5 есік қойдық, иә? How many people are there? Ол жерде қанша адам бар? There are 4 people. 4 адам бар. How many pets are there? Қанша үй жануары бар? There are 3 pets. 3 үй жануары бар. Дәл осылай сіздерде өз идеяңыздағы үйді салып жазып шығуларыңызға болады. 87-ші бет. Grammar. Грамматика арналған тапсырмалар. Next to. Жанында. In front of. Алдында. Алдыңғы жақ. Behind. Артында. Бұл жаңа сөздер сіздерде. Осыларды қолданып, қазір жаттығу жасайтын боламыз. Exercise 1. Look, read and underline. Қараңыз, оқыңыз және асын сызыңыз деген. There is a book on the table. Кітап үстелдің үстінде. On деген үстінде. Екінші. There is a bookcase behind the sofa. Кітап сөресі диванның артында. Behind деген артында. 3. There is a lamp next to the bed. Шам төсектің жанында. 4. There is a mat under the chair. Кілемше үстелдің астында. Under дегеніміз астында деген мағынаны береді. 5. There is a mirror in front of the bookcase. Айна кітап сөресінің алдында. 6. There is a laptop in the cupboard. Ноутбук шкафтың ішінде. Exercise 2. Look, read and write yes or no. Екінші тоғда қараңыз, оқыңыз және я немесе жоқ деп жазыңыз деген. First, they are in the kitchen. No. Олар асханада деп тұр. Жоқ деп жауап берілген. No. Second, there is an armchair next to the bookcase. Yes. 3. There is a scooter behind the red armchair. Скутер қызыл креслоның артында деп тұр. Yes деп жауап береміз. 4. There is a robot in front of the box. Робот қораптың алдыңғы жағында деп тұр. Ал суретті робот қораптың ішінде тұр, сол үшін no деп жауап береміз. 5. There is a lamp on the bookcase. Кітап сөресінің үстінде шам бар деп тұр.
иә деп жауап береміз. Yes. Үшінші жаттығу. Game. Let's play. Ойын, кел ойнайық деген. There is a lamp in the bookcase. Кітап сөресінің ішінде шам бар. No, there isn't. There is a lamp on the bookcase. Суретке қарап ойын ойнайсыздар. Шам кітап сөресінің үстінде деп тұр. Тағы да мысалдар келтірсек, суретке қарап, there is a box between two boys. Yes, there is. Қорап екі ұл баланың ортасында, between деген. There are books in the bookcase. Yes, there are. There is a red armchair in front of the blue armchair. Yes, there is. Дәл осылай сіздерде жаңа сөздерді қолданып, диалог құрастыруларыңызға болады. Осымен 87-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Goodbye!